Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Әлем Қанат Исламның жеңісін мойындамады. Қазақстанда өткен жекпе-жекте Қанат Ислам бірінші орта салмақта WBO интернационал чемпионы титулын қорғап қалды. Қанат Ислам мен Намибиядан келген Валтер Коутондоква рингке шықты. Исламға тиесілі орта салмақтағы WBO халықаралық чемпионның белбеуі сарапқа салынды. Төрешілердің шешімімен Қанат жеңіп өз атағын сәтті қорғады. Сонымен қатар 5-ші раундта африкалық нокдаунға түсті. 3 төреші де жеңісті Қанатқа берді. Алайда әлем қазақстандық боксшының жеңісін мойындамай отыр. Қазақстандық боксшы 5-ші раундтан кейін әлсіреп қалды. Коутондоква жақсы өнер көрсетті, бірақ төрешілер жеңісті Исламға берді. Боксинг Шейн порталы жекпе-жекте Коутондоква жеңді деп есептейді. Андрадамен кездескісі келетін Исламның мүмкіндігі күмән келтіреді. Оған және оның командасына әлі де жұмыс істеу керек сияқты. Қазақстандық жанкүйерлердің ішінде төрешілердің шешімімен келіспей жатқандар да бар. Әлеуметтік желіде пікір жазып жатқандардың көпшілігі бұл жолғы жекпе-жекте Қанат жеңіліп қалды деп есептейді. Қанат Ислам 7-ші раундта қолын сындырып алған. Қалған 4 раунд бойы боксшыға сынық қолмен жұдырықтасуға тура келген. Жекпе-жектен кейін Қанат Исламның қолы рентген сәулесіне түсіріліп, гипс тағылды. Қанат Ислам үшін бұл жеңіс өзінің кәсіби мансабындағы 27-ші жеңісі болды. Валтер Коутондоква мансабында 2-ші рет жеңіліске ұшырады. Еске сала кетейік, былтыр намибиялық боксшы WBO тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем чемпионының белбеуі үшін америкалық Деметриус Андрадемен жұдырықтасып, төрешілердің бір ауыздан қабылдаған шешімімен жеңіліп қалған еді. Және Канаданың Квебек қаласында орта салмақтағы қазақстандық боксшы Садриддин Ахмедов 31 жастағы мексикалық Джонни Навареттемен қолғап түйістірді. Садриддин алғашқы раундтан-ақ қарсыласын ауыр соққылармен сабай жөнелді. Мексикалық боксшы да міз бақпаған қалпында жекпе-жекті жалғастыра берген. Алғашқы кезеңде Наваретте де былай қарасаңыз бірнеше дөп соққы жұмсап үлгерді. Екінші раундта қос қарсылас көбірек аңдысқан. Уақыт өткен сайын басымдықты күшейте берген қазақстандық рингте өзін тым еркін ұстады. Аяқпен алыс жақын қашықтықта сауатты жұмыс істеген Садриддиннің жеңісіне еш күмән жоқ. Ал 7-ші раундқа сүйретіле жеткен Наваретте жекпе-жектен бас тартты. Онысы орынды еді. Ахмедовтың құлаштай сермеген соққылары Джонниді есеңгіреткені анық. Садриддин Ахмедов осылайша кәсіпқой рингте 10 кездесу өткізіп, соның бәрінде жеңіске қол жеткізді. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.